Мына ушул Б деген тавросы менен Б экен, бул жакта тай экен. 2024 тай деп атышат, 300 миң сомго алынып. Энеси дагы, баласы дагы караңгы деп жүрөт экен да. Жаңы алып коюштур, 300 миң болуп тур мына. Ушул экөө. Б'нин жашын сурабадым, Б боозбу, эч кандай маалыматым жок. Баасын алган эле баасын азыр уктум. 300 миң болуп тур. Мына ушул айгыр азыр 110 миң сом болуп тур. Бою деле 1.55 бар калышы. 110 миңге алып азыр мына ошо дунган байкелер алып кетип атат. Поляга иштейт окшойт. Мына ушул картаң айгыр экен, баасын 400 миң сом дейт. Пока эч ким деле жабышып соода кылган жок. Каршы туруңуз, мына аябай тебет экен мына. Баасын 400 миң дейт. Картаң экен да, жашы өйдө болуп калды, бер карап калган экен. Мына ушул жерге кармап туруң. Буйруса 8-июнь болуп калды, 2025-жыл. Видеого лайктан басып туруңуздар. Кызмат баштайбыз. Сейчас баасын айтып коюңуз, баасын канча деп атат? Сиздики? Баасын 190. 190. Жашы канча болуп калды ошондо? 1 жаш. 1 жаш, 1 жаш. 1 жашка чоң экен, жакшы эле экен. Баасы 190 миң, бою ушунуку канча болуп эсептейт муну? 1.53-54 болса керек. 1.53-1.54, номериңизди айтып коюңуз, катары. 0770 10 86-93. Мына 1 жаш. Россияныкы парада, Россияныкы. Мына буттары жоон болуп, Россия жылкысы 1 жаш экен, баасы 190. Сиз тартпай эле койуна, бен тартайын а. Кандай? Канча экен бе? 250. Сиздики? Баасы 250 миң. Буту эмне болгон мына буту? Сот болсо. Буту эч нерсе болбойбу? Аксабайт а? Каны кандай мунуку парадасы? Россия. Бою канча болуп калат? 170 а? Баасы 250 миң, 3 миң доллар тугандар. Мына ушул буту болгон мына жери. Бул шишик болуп каткалган окшойт а? Ошондо. Көп эле баанда эмес, аксап эмес. Аксабайт а? Мына. Кысыр азыр а? 250 миң. Номериңизди катырга айтып коюңуз. 777 537 427. Мына. Көрүңүздөр. Бой 170 чоң бе, кысыр. Баасын уктуңуздар мына. Андан кийин эле мына ушул жерде да бир кара ат турат, кызыл жүгөндөгү, капкара өңдөгү. Байке, баасы канча деп атасыз? 200 канча? 30. Жашычы? Жашы канча бунун? Улактын ата жашы канча? 5 асы экен, баасы 230 миң сом. Улакка чабып жүргөн ат дейт. Бою деле бир орто бойлуу да. Орто бойлуу канча бир 60ка барып калатпы? 65ка барат а? Номериңиз барбы, айтып коюңузбу? 504 504 19 80 78. Мына ушул номерге байланышыңыздар. Басып коюңчу бир экичи деп. Мына жаныбар. Жылкыны байкап көрөсүздөр. Баасы 230 миң сом. Мына. Мына Илим жылкы деген YouTube. Мына канча экен мына баасы? Сиздикиби? Уят кыласың сени. Кандай? Шеп мына пут алып коюңуз. Канча баасы? 150 түшүрүп беребиз. 150. Баасы пынамыштыбы? 4 жашта. Чоң эле ат болуп калыптыр а, 4 жашар экен. Баасы 150 миң сом экен мына. Директ басып коюңчу мынакачы деңиз. Баасы 150 миң сом. Эмне чарчап калдыбы? Бассам болуп калыптыр го. Мына. Баасы 150 миң сом. Канчага бербедиңиз базарда? 100га бербедиңиз а, кошсо бересиз а? Номериңизди айтып коюңуз. 777 77 80 91. Мына 100 миңге бербептир, бирок үстүнө кошсоңуздар берет экен. Чын эле айтты, 150 миң сурап атам дейт, базар 100 сураптыр. Так, мына жерде ургаччыда байталар келген экен, тайлар бар экен алдында. Байке, могу кашка канча кашка? Кашка 200. 200 жашычы бунун? 3 жаш. Бышты экен а? Бою деле орто бойлуу экен, баасы 200 миң сом базарда. Так. Мына каратай канча каратай? 120 миң сом. Болду. Баасы 120 миң сом экен мына каратай. Базарда ушундайча балар. Канча деп атасың мына жылкыны? Баасы канча деп атасыз? 130. Бул рабочий атпы же? Рабочий. Рабочий ат. Баасы 130 миң сом. Бою деле жапалаш эле. Канча бою ушуну? 1.55 барабы? Ростко. Жашы канча бу?
Bıştı. 3 yaş bышты, ha? Bağısı 330 мың сом. Номеріңіз болса айтып қойсыз ба? Бар ма номеріңіз? 502 38 71 91. Бышты, 3 yaş. Мына. Рабочий малға минген кездегенде болса, азырқы байке байланыстыңыздар, басы 130 екен. Азыр құлынды бейінде сезон бітіп қалған кезде, азыр бейлер біраз арзандап қалды тұра. Бей қанша болды? Жігіт бей. Бейін айтып қойшы бәйлі. Құлыны еркек бұрғашы ба? Басы қанша же өзім бере өрейін бе? 120-ға болауы? Болбойды, та? Значит, үстіне қош керек екен да. Ұрғашчы құлын екен, базарда негізде ұшында бейлер. Где-то қанша болды ұшында бейлер? Üçüncü basıcı 250 kaça oluyor mu ayten Hasan Bey? Ama buna uçundaydı 120 normal verdim. Bası 170 kendine uçunda buluyor. Dostuna tay kança tay? 150. Jana ertime soda olvatılıyor kançаңызды бербедиң? 105 бердик. 105ке. Жашы канча bunun? 1 жаш 2 ай. 1 жаш 2 ай. Еркек, а? Жетілек көрші бұл жаққа? 105-ке бербептір, 150 мың деп сұрап жатады, ертемен сол отқан көріп қалдым біле, да? Мына шул жылқын 1 жаш 2 ай дейтін, қазайын. Номерің бар үйінчек? Номер. Болып қалсыз? Болды. Жоқ, болса түмеле қой. Мына. Базарда сұрап жатады, шындай. Құлын дүе қанша екен, құлын дүе? Сіздікі бе? 150 мың дейді. Қаншаншы баласы бұл? Birinci olanız. Жаңылы туған ұқсайды, 15-20 күнде болған. Еркек бұрғач оғылын? Бұрғач. Сағын емес, же сан ба? Жош, бірақ сағық бұрғы емес. Болды. Номеріңізді айтқыңыз. 703 0703 93 83 28. 93 83 28. Бұлын дүбе басы 150 мың сом сұрады. Ава, бұларды қанша дедіңіз бе? 160-140 құнандар. 160-140. Құнандар бі же тайлар бі? Мұна құнан арқысы же қарас? Бірөз палтарашқа, бірөз құнан кен. Басы 160-140-тан кен балары сұр. 150 өр өйтасыз. Аз әлі чөткенсті 60-тан, а? Бойы деле орта бойлы. Көз өлчөмменен 1.55-тен айланасы бар. Туғандар, мұнау алдындағы бір бейі сатылдыға жаңы жиі алмаштады, шонда сұрақ қойын. Ассаламалейкум, жақсы бе? Ушындай бейінің басы қанша болады кейін, аябай семіз екен. Бұл боз емес, аябай семіз екен. Қанша болды? Айке, қанша oldu басы үшін? 200 екен, мұқты. Алған сатқанға берекесін бесін. Өте мұқты екен, семіз жағынан. 3 жаш ба, еті дағы жұмшақ деп ба? 200 екен, жақшы, берекесін бесін. Мұна ұшы жерде дағы жалданған қарауыңдегі жылқы тұрады. Байке, мұнан қанша дедіңізле басын? 180? 283? 180, а? Жашы қанша дедіңіз? 4. Оны негіз жана байкез аз жоқ беріп өтіп. Ал жақтағы кішімен сүйлесіп тұрады ұқшайды. Басын 180, жашы 4 жаш деген. Бұл оны жалданса мен да құнан бұшты ұқшайды ойлығым, бірақ 4 жаштағы жылқы кенілі. Балам білбей 40 қойып тұр деп жалын жана ертемен айтып отқанда. Байке, басын қанша деп отасыз? Қанша жаш дедіңіз? 5 асы, я? Бағасы 200 мың сом. Негізі чоң аттардың, чоң жылқылар, чоң аттар бұл жақта тұрчылы бүгін аз да. 4-5 ат бар. Аттар деле аз кен. Күрөң қанша кен күрөң? Күрөң қанша? 3 жашы қанша бұның? 9 жашы. Где-то бір 6 асы оқып аткен. Қырғызыл ат да өзізді, Улаққа қандай улаққа жақшы ба? 5-5-ке түсіп жүрген. 5-5-ке түсіп. Бірек қимылын көрсетіп қойсы ба? Мына ұшыл аттағы негізі бұты қолдары тазадайлы көрініп тұрады. Басы 300 мың сом сұрады. Өзіздегі қырғыз ат. Көрен қашқа шақалы свет. Тоқтап тұрын ем, номеріңізді айтып қойыңыз. 505 0505
689 689 мына базарда сұраған балалар ушундайча, калгандардын видеого лайк басып, каналга подписаться таштап коюңуздар. Бүгүн чүй сокултаа жылкы базар.